Сәлем достар. Бүгін мен сіздермен өзімнің жеке рецептімен бөліспекшімін. Бұл неге свекольное наслаждение деп атадым. Себебі бұл жерде әрі тәтті, әрі ащы дәм береді. Сол себептен өзінің атауына сай көбісі свекольный деген кезде тек қана бір ғана свекладан жасайтын салаттарды айтады. Ал менің рецептім бойынша сіздерге керемет әр қонақты күтуге арналған салаттың түрімен бөлісетін болам. Ол үшін сіздерге пекинский капуста керек. Тек үстіңгі жағы, асты жағы керек емес, қалың жағы. Свекла қатты пісірмейміз. Піскен кезінде сәл қаттылау болу керек. Және де бұны мен тонкий пласт ретінде осындай ирек пышақпен кесіп алдым. Черри помидоры керек. Және оны екіге бөлеміз. Черри помидорын, огурцымыз. Дәл свекла қандай размерде, сол размермен толщинасын осындай 5 мм көлемде кесетін боламыз. Екі болгарский түрі тәтті, светофор, сары және қызыл. Одан бөлек екі ас қасық шекер қосамыз. Оливка майымыз бізде 3 ас қасық. Банкадағы корнишонымыз, приправамыздың араластыратын біздің чим-чим приправасы осындай соусы. Горох керек бізге. Міндетті түрде негізі бондуэльдіңкі өте жақсы шығады. Осы бондуэльдіңкін алсаңыздар болады. Және де бізде сельдерей. Сельдерейді біз турап, үлкен крупный нарезкамен турап алдық осылай. Енді қазір араластыру жолдарын көрсететін болам. Енді қыздар дайындалу жолы. Біз пекин капустасын турап алдық осылай. Туралған барлық затымызды біріктіреміз. Свекламыз біздің. Болгар бұрышымыз. Огурцымыз. Черри помидорымыз біздің. Туралған сельдерейіміз. Міне біздің бондуэль горохымыздың ашып, суын төгеміз. Суын мүлдем қоспаймыз. Осылайша кішкентай банкадағы бір горохымыз кетеді біздің. Банкадағы корнишонымызды солай суын төгіп тастап, одан кейін барып қосатын боламыз. Міне біздің корнишонымыздың суын төгіп тастадық. Осылайша бір банка корнишонымыз кетеді біздің. Және де екі ас қасық шекеріміз. Оливка масламыз біздің 3 ас қасық. Және де біздің чим-чим для огурцов деген приправамызды қосатын боламыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып, тұз қоспаймыз, себебі корнишонның тұзы бар. Енді осы жақсылап араласқаннан кейін 5 минутқа қоямыз. Свекламыздың қызылы шығу керек. Содан кейін барып біз тарелкамызға салып, қонақтарға ұсынатын боламыз. Және де бұл құдалықта, той жиында өте керемет салат. Міне осылайша біз қазір 5 минутқа қоямыз, себебі свекламыздың қызыл цветі шығу керек. Сол кезде салатымыздың түрі кіретін болады. Міне қыздар, 5 минут осылай тұрды. Қазір енді көріп тұрғандай өздерінің соғы шықты, қызыл болып. Енді осыған морковчамызды қосатын боламыз.
морковча бізде сәбіз салатын қосып араластырып, одан кейін тарелкаға саламыз. Бұл салат 6 тарелкаға есептелінген. Мен сіздерге беріп жатқан рецепт бойынша 6 тарелка шығады. Салатымыз дайын. Қазір сәндеп тарелкаға салып көрсетеміз. Міне қыздар, біздің салатымыз дайын. Осындай керемет салат шығады бізде. Свекольное наслаждение. Әрбір отбасыда дастархан сәнін келтіріп, берекесін келтіреді деген ойдамын. Ас болсын қыздар.